Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін ерекше дәмді бәліш дайындаймыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Бізге ең алдымен қамырына қамыр қопсытқыш, ұн, сары май, тұз және жұмыртқа қажет. Ыдысқа ұнымызды, тұз, қамыр қопсытқышымызды салып араластырамыз. Одан кейін үстіне сары майымызды саламыз. Сары маймен ұнымызды шаңышқының көмегімен езіп, толықтай араластырып үгітіп аламыз майымызбен. Ұнымызды одан кейін үстіне жұмыртқамыз салып, шаңышқының көмегімен араластырамыз. Біраз араластырғаннан кейін қамырымызды қолымызбен илейміз. Оның барлығы біріккенше қолымызбен илеп аламыз қамырымызды. Қамырымыз дайын болды. Енді бізге осындай форма қажет. Осы формаға қамырымыздың қолымыздың көмегімен шет-шетіне бортик жасап, тегістеп қамырымызды салып шығамыз. Қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Салмасына бізге суда піскен картоп, тартылған ет және сүт, қара бұрыш, сарымсақ қажет. Мен алдын ала картопты суға пісірдім. Картопымызды оның үстіне қара бұрыш пен сарымсақты салып, шаңышқының көмегімен езіп алдым. Оның үстіне сүт құямыз. Сүт құйып, осылай барлығын бір тегіс болғанша араластырамыз жақсылап. Мен алдын ала тартылған етті сары майға салып бұқтырып алдым. Қамырымыздың үстіне тартылған етті саламыз. Оның үстіне картопымызды салып, барлық шет-шетін тегістеп, картоптарымызды салып шығамыз. Одан кейін мен алдын ала үккіште ірімшікті өткіздім. Онда менде ақ сары ірімшік. Үккіштен өтілген ірімшігіміздің барлығын саламыз. Қызып тұрған пешімізде қызарғанша пісіреміз. Бәлішіміз пісті, біраз суыту қажет. Суыған бәлішімді мен ыдысқа салдым. Осындай болып шықты. Иісі керемет, тез арада дайын болатын бәліштердің бірі. Балалар да сүйіп ұнатып жейді, және қонақтарыңызға да осындай дәмді, оңай бәліш дайындаңыздар. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше күн жақсы.